Сәлем құрбым, қалайсың? Бүгінгі влогта саған өзімнің күнделікті қалай боянатынымды көрсеткім келіп отыр. Міндетті түрде шашымды жуып, оған керек ухотын жағып болған соң бетіме керек ухотымды жасап аламын. Егер күндіз шығатын болсам, SPF обязательно, сосын бальзам. Бірақ бұл жолы кешке ғана шығайын деп жатқандықтан SPF-сіз шығайын деп жатырмын. Ерніме бальзам жағып увлажнить етіп алған соң обязательно база жағамын. Осы кезде сіздермен бөліскім келіп отыр. Қыздар, обязательно база болсын, тоналка болсын, қандай крем болса да бетке жағатын ең бірінші оригинал болу керек, одан ақшаларыңызды аямаңыздар. Бұның барлығы косметика болғандықтан, тем более біз бетке жағып жатқандықтан, оның барлығы сапалы болу қажет, соны ұмытпаңыздар. Егер де осы кезден аяйтын болсаңыздар, кожаларыңыз ертең өздеріңізге кері әсерін беретін болады. Бәріміз білеміз, косметика жаққаннан кейін обязательно екі есе уход жасау керек, себебі косметика өзінікін алады. Қыздар, мен міндетті түрде косметиканың алдында бетімді увлажнить етіп аламын, сол кезде бетім увлажненный болып күшті болып тұрады. Так, өстіп қасқа келдік. Қасты білмеймін қандай, не әйтеуір помадка кейде осветлять етіп жүре беретінім бар. Бұрында тойда билеп жүрген кезде, биге қатысып жүрген кездері өстіп боятыным бар тұғын, содан қалып қойғаны. Қастарымның шеттерін дұрыстап алдым. Вуаля, міне қасым өзіме ұнап тұр. Тоналка мен қасым дайын. Ары қарай кеттік. Иногда тоналка жақпай, база жағып, осы консилерді жағып жүре беретінмін. Бүгін шамалы тоналка жағып, консилер бәрін жағып жатырмын. Осымен жағып болдым, өзіме ұнап жатыр. Осы кезде мен сіздерге примерно бірдеңке айтып жатырмын, бірақ мен ұмытып қалдым. Примерно айтуым бойынша қасымды, бетімді тоналка жағып болдым. Енді келесі пудра деп айтып жатқан сияқтымын. Мен бір факт айта кетейін. Қазір басқа қалада жүргендіктен мен кейбір сөздерімнен басқа қалған адам екенім байқалады. Мен оны мына сөзден байқадым. Бір жерде жүрген кезде сияқтымын деп айтып қала жаздадым, сөйтіп айтып қалдым да даже. Енді өзіме нормальный сөз болғандықтан. Оказывается, баяқтағы кісілер үйтіп сөйлемейді екен. Сол кезде маған айтып жатыр, сен жезқазғанды кісің ба деп, сол кезде мен я деген, наймансың ба дейді, я дегенсің ғой. Сөйтіп тенді алдым, тенімнің состояниясын көріп тұрсыздар, мен уже әжептәуір қолданып жүрмін бұл тенді. Сөйтіп күлдім, жезқазғандық екенім, еще найман екенім сол кезде көрініп қалды. Осындай кішігірім жағдайлар болып жатыр, сонда бөлісе кетейін. Сосын андай туш бар. Бұл тушты енді көбінесе қазір байқап жүргендеріңіздей блогерлар, там недегі инстаграмдағы адамдар, танитын кісілер көп, уход, косметика барлығын сатып жатыр. Сол кезде мен де бір алып көрген, маған ұнады. Сонымен өзімде қалды. Ол блогердің атын есіне түсіре алмай тұрмын, бірақ тушы маған өте ұнады. Так, карандашпен ернімізді бояп алайық, шеттерін, сосын ішін помадамен толтыратын боламыз. Қыздар, осымен менің күнделікті макияжым аяқталды. Сіздерге қазір бір қызық нәрсе айтайын. Видеоның музыкасы аяқталған болатын, бірақ сіздер байқадыңыздар ма білмеймін, бірақ өзім сіздерге соны айта салайын. Сіздерге макияжым ұнаса, менің күнделікті макияжым осындай. Кейде боямын, кейде боямай жүре беремін. Сіздерге қалай, ұнады ма? Ұнаса тіркеліп, комментарий жазып, маған лайк басып қойыңыздар. Каналымда басқа да видеолар бар, соларды көріп кетсеңіздер болады. Сіздерді сүйікті Лауражан қыздарыңыз.